Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін сіздермен лавр жапырағының сиқыры туралы әңгіме айтамыз. Лавр жапырағын тамаққа қосатын болсақ, керемет дәм беретінін барлығымыз да білеміз. Сіздерге бүгін үйге ақша энергиясын тартатын, сәттілік әкелетін техниканы ұсынбақпын. Пост ұнаса, сіздер еңбегімді бағалап, лайк басып кетсеңіздер. Техниканы жасау үшін бізге қарапайым күнделікті қолданылатын лавр жапырағының 5 штугы қажет болады. Шеті сынбаған жапырақ бүтін болуы қажет, және де қызыл жіп қажет болады. Лавр жапырағы көне заманнан бері көптеген сиқырлы қасиеттермен, соның ішіндегі тілектерді орындау, ақша тарту, сәттілік пен бақыт шақыру қасиеттермен белгілі. Сіз лаврдың 5 жапырағын алып, оларды қызыл жіппен байланыстыруыңыз керек. Бұл амулет пәтердің немесе үйдің кіре берісіне ілінеді. Ол адамдармен жұмыс істеуде, шығармашылық жобаларда, сәттілік қажет болғанда жасалатын тамаша техника. Техника пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Лаврға қатысты қандай техникалар білесіздер, төменге бөлсеңіздер болады.